Ассалаумағалейкум достар. Бізде бүгін Тим Омар және де Бикул өзара сайысатын болады. Битва титанов болады. Бүгін бізде сұрақ-жауап челлендж. Өте оп-оңай сұрақтар болады, жігіттер. Бірақ сендер 1 секундта ойланып, мына кнопканы бүйтіп тыңқ еткізіп басып жауап беру керексіңдер. Міне достар, мына жерде мынандай кнопка бар. Кім осыны бүйтіп бірінші басатын болса, сол сұраққа жауап береді, түсіндіңдер ме? Бұл жерде жай ғана сұрақ-жауап челлендж емес, сұрақтар максимально оңай жеге. Бүкіл сұрақты білесіңдер жауабын. Бірақ жылдамдық, кімнің реакциясы. Мен кобрам бар ғой. Сен кобраның скорсы ма? А сен кіші? Анаконда. Анаконда. Анаконда демей. Мына атты, мына бетті жұта ғой. Жұта ма? Я достар, сұрақтар мысалға мынандай оңайлығы да. Қазақстанның астанасы не деген кезде? Бірінші басып үлгеру керексің. Арасында бізде логикалық та сұрақтар бар, сондықтан тығып қаласың, тығып қалам арасында. Например, басам жоқ қазір. Например, сен басып қалдың ғой, қате жауап берсең минус 1 болды. Иә, дұрыс. Өте дұрыс айтады. Бикул осыны, мен айтқым келіп отырған, егер кім сұрақты білмей жатып өтіріктен мынаны басатын болса, минус 1 сұрақ алып тастайды. Мен аттым онда. Достар, бұл сұрақ-жауап челленджде жеңіске жеткен адамға қарапайым футболкасы сыйлыққа беріледі. Ол міне менің үстімде де тұр. Қарапайым бренді, Қазақстандағы номер 1 бренд. Сен үстінде не бар? Бірге видеоға жыртып жіберсең, айырып берген. Қарапайым бренді, бұл брендті сатып алу үшін, құрметті достар, назарларыңда міне. Инстаграмы тұр, осы жерге кіріп заказ беріңдер. Осы қарапайым брендімен қарапайым болып жүріңдер. Бірінші сұрақ жеге өте оңай, прям максимально оңай. Бірақ қателі, андай сұрақты білмесең қиын болып тұрады. Қазір мысалы бас қате айтса минус 1 бола ма? Иә, минус 1 болады. Сол үшін ананы ұрғаннан кейін бірден жауап беру керексіңдер. Ойлануға уақыт жоқ. Кеттік ал. Бірақ сен аспай оқы. Сен тез оқы. Тез айтам мен. Сен аспай оқы. Давай. Ақштың астанасы. Мен бастым. Айт, тез. Вашингтон. Нью-Йорк қой. Сен сразу айтсайшы. Қайсы сұрақ? Нью-Йорк. Вашингтон ғой? Вашингтон ба не? Вашингтон ғой, тупо. Мен дұрыс айттым ғой. Жоқ, автоматически ұрып жіберді неге? Жоқ, мен бүттінде Вашингтон дедім ғой, брат. Жоқ, сосын Нью-Йорк деді ғой? Сен маған қараған фамилияны ұстап Не істейміз сонда, сен бірінші бастың жарайды. Жоқ, бұл басқан кезде Сен бірден жауап бермедің ғой, бірден жауап бермедің сен. 1 минус. Ойланып тұрдың сен 1 минус. Сосын сен Вашингтон деді ме? Маған қарады да Нью-Йорк деп қойып кеттің. Сен ғой бүйтіп қараған ба? Бүйтіп қарама? Бикул ереже бойынша қара, Вашингтон деу керексің. А сен ойланып тұрдың, сондықтан минус 1 сенде. Сен қазір дұрыс жауап берсең, қайтадан 0-ге түсесің, түсінің ба, көтерілесің. Так, кеттік ал. Дайсыңдар ма? Киноның атын табу керек. Бірақ мен подсказка берем. Менің подсказкам бойынша сендер киноның атын табу керексіңдер. Дайындалыңдар, қолың түсір, саныңа қойып қой. Ал қараңдар, киноның атын табу керек. Подсказка: профильдегі сурет. Профильдегі сурет? Подсказка ол. Ойланыңдар. Бір ұпай. Киноның аты. Подсказка: профильдегі сурет. Қате жауап берсем уже болады, иә? Аватар? Дұрыс! Серьезно ма? Дұрыс, иә. Қалай профильдегі суретті қалай? Профильдегі суретті қалай атайды? Базар жоқ. Логикалық қой мынау дейтін. Подсказка профильдегі сурет деп тұрмын, оны аватар деп айтады. А киноның аты ол Аватар. Дұрыс, Бикул мықты. 0 болды бірақ. Достар, Бикул бізде дұрыс жауап берді, сондықтан минус 1-ді бұл 0 қылды. Демек, екеуінде де 0, Тимурда да 0. Екеуің әзірге 1 дейсіңдер, достар. Сондықтан біз 3-ші сұраққа өтеміз. 3-ші сұрақ бізде құстың атын тап дейді. Құстың атын табу керек. Подсказка: суық және ұша алмайды. Пингвин. Дұрыс. Дұрыс Тима. Балғымды. Боса дес. Сен қалай ойладың пингвин екенін? Жоқ, мен ойландым, короче.
бүйтіп басайын ба деп минус бола ма қашты рисковать етпедің ба? Менің басымды істемейді соның өзінде ғой, йо. Мына оң жақ болу шәрім істеп тұрған, сол жақ қосқан жоқ мен. Я, құрметті достар, сендер де сұрақты естіген кезде жауап беріп отырыңдар комментарийге жазып ше. Типа менің неше сұрағыма сендер жауап бере алдыңдар, бізбен бірге ойнап отырыңдар, жарай ма? Я, есеп 0-де 1. Тимада бізде 1 ұпай, Бикулдан 0. Төртінші сұрақ. Ема, мынау Жесткий ма? Мынау бар ғой, %100% оңай. Мәс. Вообще оңай, Онда достар. мен білемін ответін. Болды, қандай аты? Бастапқа. Кеттік ал, дайсыздар ма? Қолдарын сандарыңа қойыңдар. Астанасын тап. Кетті. давай Вашингтон Қара. Франция. Париж. Ема, сен қалай тап қоятсың бек, а? жоқ мен биттім ғой бастым ғой Париж. Енді бірінші бастым ғой Я, Тимур бірінші басты ғой енді. Мен айтайыншы, өзім ойымды айтайыншы. Мен басқан кезде прям менің қолым, ми бар ғой, миға бетіп барды да, уверенно барды, резко барды. Таңқ еткізді ма? А мен мынаның қолы кетеді да, қолы былай тиді, қара. Әлсіз тиді ана. Өлімтік болды ғой? Элакар достарың болды, элакар достар. Тура сөйтіп келді. Ол не уверен келді қолды. Бүйтіп нәзік тиді қолы. Нәзік па? Болса вот, барам дегенше бүйтіп басын. мен қолым жұмсақ қой Жоқ, сен жаңа ұрған кезде бүйтіп ұрған. Қара, мен бүйтіп резко кетті ғой, сен былай келді. енді мен бүйтіп ұрмаймын ғой Элакар достарың болды, сонда тура сонда болды. Солай айтқанда, ема. Жоқ, мүмкін не уверен келді қолды, мен соны сездім. Сенімсіз келді, я. Мә, достар, Тимур 2, Бикул 0, бірақ ол деген сөз Бикул ұтылды деген сөз емес, әлі бізде сұрақтар бар, сондықтан камбэк, великий камбэк болуы мүмкін. Ал жалпы великий камбэк болмау үшін Тимур, сен қарсыластық білдіре аласың ба? Білдірейін, конечно. Камбэкін тоқтата аласың ба? Тоқтата алмаймын деп ойлаймын. Наоборот андай ма? Тоқтата алмаймын деп ойлайын дейсің ба? өз-өзіме сенімсіз адаммын деп айтшы Ема. Ал достар, келесі сұрақ бізде 5-ші сұрақ екен. Бұл жерде киноның атын тағы да табу керек. Кино жақсы көретін адамдар бар ма араларында? Кім жақсы көреді? Жақсы көреді. мен киномен Киномансың ба? Мен Киноман емессің, сен вообще ұмытып қала бересің, достар. Мен просто. Тима деген көрген киносын бір жылдан кейін сұрасаң ұмытып қалады. Атын ұмытып қалады, ішінде не болғанын ұмытып қалады. Киноның Короче, атын қалады. сен памятің балықтың памяті сияқты бар ғой. Балықтар 3 секунд болсында ғой памяти. Кетті ал достар. Менде бір жыл. Киноның аты дейді. Қолдарыңды сандарыңа қойыңдар, өйткені бұл өте оңай. Бәрі біледі. Киноның аты подсказка бізде. Жаңа жыл. Ёлки. Можешь правда Енді. один дома қалай төбелесің сен Ёлки да бар ғой. Қумашы, жаңа жыл десе бірінші орында один дома түседі еске. Қуасың ба, елки емес. Елкиді мысалы мен білмеймін елкиді. Қумашы? Жоқ, көрмеген мен брат елкиді. Ёлки бүкіл сериясын көрген ғой. Шынсың ба, бүкіл әлем көрген кино елки емес қой енді. чытча деген ғой чытча Бүкіл әлем көрген жаңа жыл туралы кино ол один дома ол. Достар, камбэк жаңа типа болады дедің ғой. Сен елки дедің, қате жасадың. Сеннен бір жауап алынып тастайды. Неге мен бар ғой, жаным бар ғой. Сенде Тимурда, достар, Тимада 2 Сұрақ дұрыс емес деп ойлаймын, достар. Достар, Тимада 2 ұпай еді, қате жауап берген үшін 1 ұпай болып қалды. Қате емес. Достар, Тимада 1 ұпай, Бикулда сол күйін 0 ұпай, әлі бірінші басқан жоқ печать. Біз өстіміз. Сағат сияқтысыңдар, прикинь. Кеттік ал, так, келесі сұрақ, достар. Қолдарын сандарыңа қойыңдар. Логикалық сұрақ дейді жеге. Логика, бірақ логикаға бека өте мықты. Логикаға вообще жоқпын деп ойлаймын, бірақ логикаға бар болып қалуы мүмкін. Қараңдар. Аш қаранға неше банан жеуге болады? Біледі ғой. Білмесеңдер, ұрмаңдар, минусқа кетесіңдер. Біледі ғой. Білмейді ол. мен білмеймін брат честно білмеймін Қойын. Сен де білмейсің. Ема, екеуі де білмейді, достар. Енді қызық кім мынаны қазір ұрат бүйтіп. Деп кім ұрат бүйтіп? мен басып лауға айтсасам қате Сен бола ма сұрақ қайтылшы тағы да. Аш қарынға неше банан жеуге болады? Аш қарынға? неше банан жеуге болады айт ал сөйтіп қате жауап берді 0-0 болып отырайық Аш қарынға неше банан жеуге болады дейсің ғой, иә? бананды баймылдар жейді деп жайшы айтшы Анда қазір мен сұрағым примерно не істем кішкене ойлансам болды. Жоқ, мен сұрағым келіп тұр, бірақ ол дұрыс емес шықпай мүмкін да. Айт ал. Мысалы, бір банан жесе, уже аш қарынбайды.
Жауабыңыз қандай? Неше банан жеуге болады конкретно айтса? бір бананнан кейін қарның ашпайды ғой. Енді сен жауабыңды айтсай, аш қарынға неше банан жеуге болады? Сен созып отыр. Аш қарынға ма? Бол. Аш қарынға неше банан жеуге болады? Конкретно жауап керек. Неше банан? Количество. Бақытты отсын. Аш қарынға неше банан жеуге болады? Иә, санын айт. Дейін бар еді басып. Жоқ. Бересіз. Жоқ, аш қарыннан кейін, то есть О, әңгіме керек емес, санын айтса енді. сан ба? Себебін сосын айтасың. Разница жоқ, сан, количество керек. Мен бір сан айтам, бірақ мен айтып бар. Подожди. Жеге Тима басып қойды негізі. Аш қарынға неше банан жеуге болады? Мен жаңа ответімді айттым, бірақ просто сан керек, Иә. Бош, Тима. Сразу жауап береміз дедік қой. Басып, өйтіп отырмаймыз дедік қой. Жоқ, мен жауап бердім, Жоқ, иә, сен иә. сан деп жатсың ғой сен. Жоқ, жауап бергенде маған сен маған жауап берген жоқсың, маған сан керек. Сен бір деп отырсың ғой. Дайт, аш барынға. Аш қарынға. Аш барынға. Бананға. Аш қарынға неше банан сияды, иә? Дұрыс па? Неше банан жеуге жеуге болады. болады, иә. Аш қарынға неше банан жеуге болады? Санын айтшы конкретно. 7 деш. Қасетсаң ғой. Болды ме? 0. 0? Иә. 0 екен. Бізде дұрыс жауап, достар. Бір банан жеуге болады. Бір дұрыс па сонда менікі? Бір банан. Сен бір деп айтпай тұрсың ғой, бір деп. Потому что аш қарынға бір банан жейсің, екінші банан уже аш қарынға түспейді ғой. Соны айттым ғой мен. Енді сен себебін айтып тұрсың, количество керек маған. Саналмаймын мен. Саналмайды сенікі. Достар, логикалық сұраққа Тимур дұрыс жауап беріп тұр да, бірақ жауапты дұрыс бермей тұр ғой. Неше банан жеуге болады деп тұр. Маған сан керек, сан. Неге есептелмейді ме? Есептелмейді, сен бір банан деп айтқан жоқсың сен. Неше банан жеуге тұрмы болады? деген ғой. Қара, сен санын айту керек едің, бір банан деп. Мен неге деймін? Сол кезде сен өйткені бірден кейін екінші банан уже аш қарынға түспейді. Уже бар пустой емес асқазанға түседі деп. Сол кезде түсіндірсең, әдемі кететін еді. Мен бірақ логика оның несін түсіндірмесін тауып тұрдым да, бірақ нақты ответті айтпай тұрмын. Иә, өзіңде қате. Бірақ ол қабылдамай ма негізі? Жоқ, қабылдамайды. Қабылдамайды, брат. Қабылдамайды. Қабылдана ма, қабылдамай ма? Жоқ, сенен бір минус алынып тастады. Давай, неге жазды комментарий? Қараңдар, достар. Камбек құтты болсын. Камбек құтты болсын, достар. Комментарий жазды, қабылдана ма, қабылдамай ма? Достар, Тимурдан 0 ұпай, Бекулдан 0 ұпай. Қайтадан 0-ге түсіп кеттің сен, прикинь. Ма, что-то на интрига кетіп отыр еді, Бірақ жеге. тауып отырмын ғой, логикасын тауып отырмын негізі. Иә. Просто Енді өзің ақымақ болып тұрсың ғой өзің. Төпедет қалдым ба? Көбейдетіп қалды, иә. жоқ, сен мен негізі сомнениеға түсіп кеттім негізі. Мен Вашингтон болды ғой бағана. Баға қарап сен Нью-Йоркте қалдың. Жоқ, мен ойладым ғой, типа дұрыс емес деп ойладым да. Вот бірақ үйтіп қарамау керек адам. Давай кет, let's go. Бекул Вашингтон деді да, Тимурдың басқаша Жоқ, өзі көзіне. маған қарады ғой. Сен өзің маған қарадың ғой. Бізде келесі сұрақ жеге. Қараңдар, бұл жерде внимательность жеге. Кетті. Келесі сұрақ бізде 7-ші сұрақ. Мұқият бол. Мұқият болыңдар жеге. Түсіндір ма? Мұқият болыңдар. Мұқият бол. Уже ойланасың да? Уже ойланып отырсың ба? Астарлы. Мұқият бол. Менің атым Қожа. Ай, красавчик! Ай, красавчик! Бекул! Ема, достар, Бекулда 1 ұпай, Тимурдан 0 ұпай. 0. Жоқ, мен просто мұқият бол дедім, болды. Мұқият бол, менің атым. Сендер, типа, бас жіберіп, Нұрлан деуі мүмкін да, біреу түсіндір ма? Ол уже қате минус бал. Келді ол ой. Иә, көрдің ба, сен айтсаң минусқа кіріп кететін ең, Тима. Мен ол ой келді, бірақ мен өзімді ұстадым. Ұстап қалдың ба? Ема, өз-өзіңді құтқарып қалдың, молодец. Иә, бізде достар Бекул кәдімгідей камбэк жасап отыр. Ема, көпке созбай келесі сұраққа өтейік. Мына жерде енді сәл миды іске қосу керек. Ондайдан енді Бекул мықтырақ енді мен. Логикалық сұраққа мен не мықты? Жоқ, мына логикалық емес. Бағанағы сұрақ қиын. Қараңдар. Қарапайым сөзінде неше әріп бар? 8. Ема, надыре. 9 ба не? 9 болып тұр ғой. Садасаңдар. Қар. 9 екен. Ема. Ема, мен мына сұраққа бұрын жауап Енді ол бешен бұл, типа... Жоқ, мен мына сұраққа бұрын жауап бергенмін. Брат, сен Қазақстан деген сұраққа жауап бердің ол кезде. Иә. Алдында. Жоқ, дұрыс қой, қарапайым мен Қазақстан екеуі бірдей көрсін. Иә, достар, алдында мен
TikTokқа видео түсірген кезде Қазақстан сөзінде неше әріп бар деген кезде Бека бізде 9 деген. Қарапайымда да 9. Прикинь, это 0-0 болды ғой. 0-0 достар, әлі бір орында әлі тұрмыз. Тимурда да 0, Бикулда да 0. Бірақ бізде кім соңында қарапайым футболкасын ұтып алады? Кім Джиги? Бикулға сенем мен. Ондай болмайды өзіңе. Сато ол маған сенеді. Қолдарын сандарыңа қойыңдар, Джиги. Қолдарын сандарыңа қойыңдар. Сан ептерге қойыңдар. Джиги, мынау қызық. Әншінің аты дейді. Бұл меломан негіз, бұл мықты. Кеттік ал, Тимур Джиги. қаласаң болса мен білмеймін дейсің бе? Дайын тұрыңдар, қолдарын сандарыңа қойыңдар. Әншінің аты. Сен бірақ айтасың. Қараңдар. Қайда? Кім? Ерке Есмахан! Айбай! Ерке Есмахан. Қайда? Бұның қолы әтен тағы, неге бейді өверді балды? Оны көр. Жоқ, бұл 50-50 болған ғой бұл. Жоқ, мен пайдем. Жоқ, неге ойландың сен? Сонда қолың бар Есмахан деп ойладым мен. Қой, шынымен ба? Еркекше айтам. Басында Қайрат Нұртас деп ойладым да. Неге? Сосын Қайдасың сен деген ба? айтшы. Айта берейінші. Айтпайым. Қайда енді Ерке Есмаханның хит өлеңі ғой енді. Ал. Астанада жоқ, Алматыда жоқ, сені іздедім, үмітті үзбедім. Қараңдар, Джиги. Апысты үзілмесін. Енді Тимурда 1 ұпай, Бикул сенде 0. Бремси. Соңғы сұрақ қалды. Соңғы сұраққа Бикул жауап берсең, бізде тең-бе-тең боласыңдар. 11-ші бонусный сұрақ болады. Мәссаған. Дайынсыңдар ма? Қолдарын сандарыңа қойыңдар. Оңай негізі, Джиги. Жаман боласың, сұрақ білмесең. 1, 2, 3. Ауамен жүретін интернет. Wi-Fi! Тима! Чё там, брат? Бұйырмай кетеді жыға, футболкшы. Достар, Бикул бізде қарапайым футболкасын әлі ұта алмай жүрі бар ғой. Нешінші курсы жүр? Нешінші видео отыр жүр? Айбы, Тима ұтып алған ғой, достар, қарапайым футболкасын. Бұрыштың еші жатыр, бұрыш. Алып шықшы, көрсетші, ашшы. Самый топовый. Достар, бұл қарапайым брендінің футболкасы әлемдік брендтер бар ғой, танымал, бүкіл әлемге танымал брендтер, содан қалыспайды сапасы. Ананы бір үтіктейсің енді, жап жаңа. Қараңдар, достар, міне мына жерде. S размер екен, Тима, қарапайым.com деп міне мына жерден андай. S болса маған үлкен екен. S болса саған кіші болуы мүмкін, кеп көресің ғой. Ашшы наны. Материал деген топовый. Топ енді, достар, бұл турецкий материал. Түркия елінде тігіледі, максимально әдемі технологиямен, әдемі сапалы технологиямен. Сондықтан бұндай сапаны, міне қар, тігісін көрсетеші не? Тігісі мына жерде вообще арасы ашылмаған еш жері. Мықты, тоқта, мына жерін көрсет жөрек. Давай, мен новый трансфер болды, сен типа сен президент боласың да? Давай. Табыставатсың ба? Қарапайым брендінің футболкасын Тимур Омаровқа бізде Бикул табыстады. Қарапайым ортамызға қош келдің. Қарапайым бренд. Достар, видеоға лайктардың басындар, осындай шағын бізде отырыста түсірілген әдемі осындай көңілді видео болды. Видеоға лайктарын басып, комментарийге пікірлерін жаз. Қарапайым футболкасына заказ беріңдер. Міне мен үстімде қарапайым брендінің ақ футболкасы киіп тұр. Міне ақтан заказ берсеңдер болады осындай. Қарадан заказ берсеңдер болады. Бізде көк түсі бар, және де розовый түсі де бар, 4 түсі де бар. Осы инстаграмға кіріп заказ берсеңдер, кез келген қалаға тегін жеткізіп береміз. Достар, Тимур мен Бикулға үлкен рахмет. Келесі видеода көріскенше, қарапайым брендімен қарапайым болу.